Биыл мектеп формасын сатып алудың қажеті жоқ. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов пандемияға байланысты жаңа оқу жылында оқушылар кез келген классикалық үлгідегі киімді киюіне рұқсат етілген айтты. Ал оқушылар күзде қашықтан оқи ма, жоқ па, оның жауабын министрлік жақын күндері жария етеді. Раушан Сайлауқызы айтсын. Жаз жылжып, күз түсерде ата-аналар форма іздеп базар жағалап баға қуалап кетеді. Бала-шаға қамы үшін биыл шапқылап шығынданудың қажеті жоқ. Таза, дұрыс осы тұрғыдан киімді киіп келуге мүмкіндік бар. Ал егер кімде-кім мектеп формасын сатып алып қойса, мысалы, әлде ағасынан, інісінен, апасынан қалған формалар болса, оны киіп келуде болады. Бірақ та осы індет біткеннен кейін, мысалы, осы оқу жылы біткеннен кейін, келесі жылы міндетті түрде осы форма мәселесі қайтадан өзінің күшіне еніп, Кей сыныптар онлайн, енді бірі офлайн деп тараған желідегі ақпар жалған. Жаңа оқу жылындағы жаңа сабақ кестесін министрлік әлі жасап үлгіре қойған жоқ. Әзірге белгілісі 3 нұсқа қарастырылған. Первый вариант – это дистанционное обучение. Бірінші нұсқа қашықтан оқыту, көктемдегідей. Екіншіден, қашықтан оқытудың аралас нұсқасы. Бұл белгілі бір сыныптарға енгізіледі. Мектептерде талап күшейеді. Термометрия, санитайзер, қашықтық сақтау, сабақ уақытын қысқарту сияқты. Бірқатар ел осы жүйені таңдады. Үшіншіден, қатаң санитарлық шектеулер сақталған штаттық режим. Мұнда оқушылар мектепте оқиды, бірақ үзіліс шектеледі. Асханаға бару режиммен бекітіледі. Кабинеттік жүйені жою қарастырылады. Офлайн не онлайн болсын, оқушылар оқулықпен толық қамтылады. Ал орта және жоғары оқу орындарында қазір құжат электронды форматта қабылданады. Биыл мектепке яки балабақшаға баратын балалар үшін медициналық анықтама келудің қажеті жоқ. Ал күзде оқытудың қандай түрі болмасын, ұстаздардың жалақысы қысқармайды. 21 ғасырда мынадай компьютер екінің бірінде бар, бірақ төтенше жағдай кезінде мұның игілігін халық жаппай көре алған жоқ. Күні кеше президент осы олқылықты реттеуді тапсырды. Ал білім және ғылым министрлігінің бұл мәселені шешуіне небәрі 1 ай жарым уақыты қалды. Раушан Сайлауқызы, Дархан Әлбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.